Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күніне арналған тәуелсіздік тағылымы келешек көкжиегі тақырыбында республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Мақсаты халқымыздың бостандығы мен дербес даму жолындағы сан ғасырлық күресінің нәтижесі тәуелсіздік құндылығын бағалау, жастар мен болашақ ұрпақ тәрбиесіндегі ұлттық құндылықтарды сіңіру. Конференцияға Қазақстанның бірнеше оқу орындарының оқытушылары, қоғам қайраткерлері, жас ғалымдар, магистранттар мен студенттер қатысты. Конференцияның мақсаты осы мына тәуелсіздігіміздің бізге қалай келгені, қандай қиындықпен келгені, сол тәуелсіздік күнінің қадірін жастарға түсіндіру, санасына сіңдіру, осы тәуелсіздік күнінің маңыздылығын әрмен қарай дәріптеу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бүгінгі конференциямызға қоғам қайраткерлері және Қарағанды, Семей қалаларынан, Атырау, Ақтөбе қалаларынан және осы өңіріміздің, батыс өңіріміздің ғалымдары, профессорлары, оқытушылар құрамы және осы өңіріміздегі сол тәуелсіздік кезінде бірге қатысқан, сол уақытта болған тәуелсіздіктің куәгерлері бүгінгі конференциямызға қатысуда. Конференция аясында бүгінгі күнге дейін тәуелсіз 32 жылдың ішінде алғашқы кезеңдегі дағдарыстардан кейінгі еліміз жеткен жетістіктер, 1986 жылғы желтоқсан азаттық оқиғасы және 1991 жылғы қыркүйек оқиғалары, қазіргі мемлекеттік жастар саясаты және тағы да басқа тәуелсіздік жолындағы тарихи белестің маңызды мәселелері талқыланды. Баяндамашылар соғыс тұтқындары, соғыс құрбандары, тәуелсіздік қастерлі құндылығымыз, азаттық оңай келген жоқ, 1991 жылғы Орал оқиғасы тақырыптарында баяндама оқыды. Сондай-ақ конференцияға онлайн түрде қатысқан Досмұхамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Лесқали Бердіғожин, азаттық күрес сардары Батыр Исатай Тайманұлы тақырыбында сөз қозғады. 1837 жылы 12-ші және 13-ші желтоқсанға қараған түні Исатай мен Махамбет бастаған қырғадан өзінің жауынгер серіктерімен және жанұяларымен қазіргі Атырау облысы Махамбет ауданының территориясындағы жерден Жайық өзенінен кіші жүзге қарай, Жайықтың жаңағы бұқар жақ бетіне қарай түн жағы өтеді. Бұл кездерінде әрине қыстың қақаған кезеңі, жаңа Жайықтың үсті көп мұз, сол жерден өздерінің қару-жарақтары мен аттарымен өту өте қиынға соғады. Сол жердегі жергілікті халық сол Исатай мен Махамбеттің қолының Жайықтың ішкі қарай өтуіне көп көмектерін тигізеді. Бірақ та осы жерде бір айта кету керек, қазір соңғы деректер бойынша осы атыраулық тарихшылардың, өлкетанушылардың жазып жүргені, бұл жерде әрине Исатай мен Махамбеттің өздерінің пікірлесі, жерлесі Құрақ Маябасов деген кісі өзінің жанұясымен Исатай мен Махамбеттің аман-есен Жайықтың арғы бетіне өтуіне көп еңбек сіңірген тұлға болып есептеледі. Бірақ та кейіннен жазалаушылар Құрақ Маябасовты ұстап, оны жанұясымен бірге Сібірге жер аударады, ал содан кейінгі тағдырлары ары қарай белгісіз. Тәуелсіздік бәрінен қымбат 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылданды. Содан бергі 32 жыл ішінде еліміз өзгемен терезесі тең, белгіленген шекарасы бар, нарықтық экономикасы бар, өсіп келе жатқан халқы бар, әлемге бейбіт есік ашқан мемлекетке айналды.